сіздермен біз осы айнымалы тоқтағы RC тізбегін қарастырамыз. Иә, жалпы бұл тізбек, бұл айнымалы тоқтағы тізбек, айырмашылығы бар, иә, тұрақты тоқтан. Бұл тізбекте қалай? Мына есепті қарастырып көрейік. Бұл есепте не дейді? Бізге осындай параллель жалғанған резистор және конденсатор берілген, және ол қайта қосылған айнымалы ток көзіне қосылған. Айнымалы ток көзі осындай заңмен өзгереді, уақыт бойынша. Мынау бізде кернеудің несі максимум мәні, және бұл өзгеріс заңдылығы, уақытқа қатысты қалай өзгереді. Бірақ мына максимум болып табылады бізде. Және қарайық. Сұрақ қандай? Сұрақ А сұрағында сұрайды бізден осы фазалық диаграмманы қолданып, анализді қолданып, бізге максимум тоқтар тауып керек, яғни резистордағы максимум ток және конденсатордағы максимум ток. Бұл алғашқы сұрақ, яғни ең оңай сұрақ. Жалпы бұндай сұрақтар не істейміз? Әдетте, егер біз осындай параллель тізбекті көрсек, бұл жақта нені байқауға болады? Мына жерде сұрақта бізге не беріп тұр, подсказка беріп тұр. Айтады, екеуінің ортақ несі бар дейді. Екеуінің ортақ бізде кернеуі болады. Себебі олар бір точка, то есть мына жердегі кернеу бірдей, мен оны VS дейді, және мына жердегі кернеу не бірдей, мен VR дейді. То есть екеуінің кернеуі бірдей болады. Екі точкадан, екі нүктеден өлшейтін болсақ, кернеуді вольтметрмен, онда бірдей болады. Сонда олардың несі ортақ емес? Әрине, тоқтар ортақ емес. Мына жерде кірген ток қандай да бір I тоғы, қосамыз IR, қосылған IS. Яғни екі токқа бөлінеді, екі түрлі токқа. Енді білу керек нәрсе не? Әрқайсының енді бөлек-бөлек тоғын табу үшін не істейміз? Біз соның бойындағы максимум кернеуді, яғни максимум кернеу бізде V0, немесе мына жерде I0 деп берген. I0 деп салайық. Бұл бізде максимум ток, резистор бойымен өтіп жатқан. Оны неге бөлеміз? Оның өзінің кедергісіне бөлеміз, R-ге бөлеміз. Сонда бізде бұл не? Бұл резистор бойындағы максимум ток. Жай ғана немен шығады? Ом заңмен шығады екен, бұл жерде. Екінші, бұл конденсатордағы не? Ток. Конденсатордағы ток. Ол дәл осындай бағына. Ол жақтан жай ғана не істейміз? I0-ді бөлеміз. Бізде ненің кедергісі бар? Реактивті кедергісі бар. Конденсаторның ол бізде XS. XS формуласы қандай еді? Ол бізде 1 бөлінген омега С. Сонда біз егер бөлсек, бізде жауап қандай шығады? E0 1 бөлінген омега С. Енді E0 көбейтілген омега С шығады. Бұл бізде конденсатордан өтетін максимум ток болып табылады. Бұл оңай. Енді жалпы енді мынаны түсіну керек. Біз тоқтар таптық, бірақ не үшін бұлай? Біз ол үшін фазалық диаграмманы салайық. Фазалық диаграмма бізге маңызды. Осылай салайық. Жалпы бұндай диаграммада бізде екеуінде кернеу бірдей дедік қой, олар параллель жалғанған. Сәйкесінше олардың кернеулердің жалпы несі резистордағы максимум мәні мен мына жақты салайын, және конденсатордағы максимум мәндері не болады? Бір бағытта болады. Яғни олар ешқандай немен ерекшеленбейді. То есть олардың сызықтары ұзындығы да бірдей болады. E0 S дейді. Бұл максимум кернеулер, олар бірдей. Сол үшін бұл фазалық диаграмма бізге ештеңе бермейді. Бірақ екеуінде не екі түрлі? Яғни ток күші екі түрлі. Сол үшін ток күші әдетте резисторда кернеудің бағытымен болады. Мен былай салайын. Мынау бізде кернеудің бағытымен кеткен ток күші I0R дейді. Бірақ бір конденсаторда жалпы ток кернеуден озып жүреді. Оны дәлелдейміз. Ол сонда 90 градусқа озып жүреді екен. Бұл конденсатордағы не? Кернеу. Конденсатордағы ток күші. Енді осы екеуі қосылып бізге қандай да бір нені береді? Толық тоқты береді. Толық максимум ток күшін береді. Арасы 90 градус. Жалпы екеуі бізге конденсатордағы максимум ток пен резистордағы максимум токтың арасында бұрыш 90 градус. Перпендикуляр бір-біріне. Олардың фазалық осындай сызықтары. Енді не үшін олар бір-бірінен 90 градус? Яғни мысалы конденсаторда
не үшін тоқ 90 градусқа озып жүреді. То есть не үшін озып жүреді тоқ? Оны дәлелдеу үшін біз былай істейміз. Бізде жалпы мынау бар, иә. Уақытқа қатысты өзгеруі бар. Е0 косинус омега т. Осы жақта не көре аламыз? Жалпы енді біз осы жақтан былай тауып көрейік. Уақытқа қатысты резистор бойымен өтіп жатқан тоқ табайық. Ол бізде жай ғана ет бөлінген не болады? R болады, резистор. Резистор бізде өзгермейді уақыт өтісімен. Сонда бұл жерге қойсақ, Е0 бөлінген R көбейтілген косинус омега т. Қарасақ, косинус омега т, косинус омега т. Яғни резисторда тоқ кернеумен бірге жүреді. То есть тоқ кернеу төмендесе, тоқ та не істейді? Төмендейді. То есть олар бір фазада. Сол үшін олар бір сызық бойымен салынған. Енді қызық жері бізде конденсаторда тоқ қалай өзгереді? Жалпы конденсаторда бізде мынаны білеміз, ана формула dqc тең c бізде, яғни бұл конденсатор сыйымдылығы өзгермейді уақыт өтісімен, көбейтілген не болады? Көбейтілген du, яғни конденсатор бойындағы кернеу. Енді біз осыны бәрін dt, яғни кішкентай уақытқа бөлетін болсақ, бізде мына жақта не шығады? Уақыт, яғни конденсатордағы тоқ күшінің уақытқа тәуелділігі шықты. Мына жақтан с тұра берсін сыйымдылық. Бізде du с dt шықты. Яғни бізде мына жерде бұл нені білдіреді? Бұның орнына біз нені қоямыз? dt жаңағы біздің өзгерісіміз e0 косинус омега т-ны қоямыз, иә. Сол кезде осы жақтан уақыт өтісімен туындалу керек. Туындалатын болса, с көбейтілген e0 көбейтілген ішінен туындаламыз, омега болады. Косинус омеганың туындысы не? Ол бізде синус омега т. Енді қарасақ, бізде осындай керемет теңдеу шықты. Бұл теңдеуді біз былай жазып алайық. Минус омега с e0 синус омега т. Енді қарайық, бұл жерде синус омега т, бірақ кернеу бұл жерде косинус омега т. Енді екеуінің байланысын табу үшін біз тригонометрия қолданамыз. Жалпы тригонометрияда минус синус альфа бізге оны нені береді? Ол косинус альфа плюс 90 градус береді. Немесе косинус альфа қосу пи бөлінген екі. Сонда біз конденсатордағы тоқтың өзгеруін табатын болсақ, ол бізде қалай болады? Омега с e0 көбейтілген косинус альфа плюс пи бөлінген 2. Немесе 90 градус. Бұл бізде не? Бұл бізде конденсатордағы тоқтың 90 градусқа озатын білдіреді. Яғни кернеуден 90 градусқа. Кернеу бізде мынадай заңдылықпен өзгереді ғой, то есть, конденсаторда. E0 көбейту косинус омега т. Бұл жерде ешқандай не жоқ. Пи қосу пи бөлінген 2 жоқ. Бірақ тоқ күшінің несінде бар, заңдылығында. Сол үшін бұл жақта не болады? 90 градусқа озып жүреді тоқ. Бірақ резисторда тоқ қалай жүреді? Ол кернеумен бірге жүреді. Кернеуден озбайды, кернеуден қалып қалмайды. Ал конденсаторда тоқ кернеуден озып жүреді. Бұл маңызды тоже. Бұл А сұрағының жалпы дәлелі. Енді бұл сұрағын айтады. Осы фазалы диаграмма анықтап, жалпы осы тізбектегі максимум тоқ күшін, енді I0 табу керек. I0 табу үшін біз не істейміз бұл жерде? Так, көріп тұрмыз, мына жерде так былай істеп алайық біз. Так, былай істейік. Осыны скринға түсіріп алып, былай қойсақ. Енді осы жерден I0 табу үшін, бұл қарапайым, бұл жерде бізде не шықты? 3 шықты. I0 табу үшін біз I0 квадрат, Пифагор теоремасы I0R квадрат, то есть максимум I0S квадрат. Осы жақтан I0-ді біз түбірасын алайық. I0R квадрат бізде қанша шықты меже? Ол бізде E0 бөлінген R шықты. E0 бөлінген. Бірақ ол квадрат болса, E0 квадрат, R квадрат қосылған. Бұл жақта E0 квадрат көбейтілген омега квадрат көбейтілген с квадрат. То есть мына формула бізде. Осы жерден форма әдемілеп жазатын болсақ, бізде қандай не шығады? Тең E0 квадрат 1 қосылған омега квадрат с квадрат көбейтілген R квадрат, ортақ бөлім берсек, мына жақта R квадрат қалады. Енді түбір астынан шығаратын болсақ, бізде мынадай теңдеу шығады. E0 бөлінген R, түбір астында 1 қосылған омега квадрат с квадрат R квадрат. То есть осындай бір әдемі теңдеу шықты. Ол бізде жай ғана теңдеуін шығару керек. Енді осыны симуляциямен дәлелдеу. Так, қайтадан бастайық. Так, қарасақ, бізде не болып жатыр? Тоқ әрі-бері қозғалып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл айнымалы тоқ екенін білдіреді, яғни не болып жатыр? Тербеліс болып жатыр. Енді әрқайсысындағы біз көрейік енді. Қалай тоқ қалып жатыр, қалай тоқ өсіп кетіп жатыр. Біз стопты қойып. Мына жақта қарасақ,
қарасақ не кернеу бұл жерде тоқтан аз, иә, 104 вольт, ал ток бізде 505 миллиампер. Ал резисторда қарайық, 104 миллиампер, ал кернеу 104 вольт. То есть қарасақ, сан мәндерімен қарасақ, резисторда ток пен кернеу бір бағыт бірдей жүреді, яғни озбайды, ешқайсысы қалып қоймайды. Ал конденсаторда ток не істейді? Озады. Ток өте қатты озады, сол үшін оның мәні көп болады. То есть осындай бізде не керемет симуляциямен дәлелдедік, яғни конденсаторда ток озып жүреді. Бұл көбіне фильтрлерге қатысты қолданылады жалпы шын өмірде. Осы есеп осындай. Мына салайық, басып каналға тіркеліп отырайық. Бастысы осы. Бастысы фазаны дұрыстап салу. Мына жерде бізге не үшін біз тоқтың фазасын салдық? Себебі кернеулердің фазасы не? Олар бірдей. Ол бізге ешқандай ақпарат бере алмайды. Осындай. Ендеше рахмет. Бүгін біз тағы да кезекті RC тізбегіне қатысты осы айнымалы токтағы есеп шығаратын боламыз. Енді қарасақ, есепте бізде RC тізбегі берілген. Мынау бізде айнымалы ток генераторы. Сол үшін оның белгісі мынадай болады. Толқын дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде не? Тербеліс орындалып жатыр, то есть ток тербеліп жатыр, әрі бері жүріп жатыр, зарядтар әрі бері жүріп жатыр. Сол үшін бұл тербелістің несі? Белгісі. Енді келесі элемент ол бізде резистор. Ол резистор не істейді? Ол жылу бөледі. Және ол жақта ток пен кернеу не істемейді? Бір-бірінен озбайды, бірдей жүреді. Ток қандай жылдамдықпен жүрсе, кернеу де сондай жылдамдықпен жүреді. Екеуі бірдей. Бұл жақта жылу бөлінеді, то есть резисторда. Екінші бізде, үшінші бізде, то есть сыйымдылық, яғни конденсатор. Бұл жақта не? Бұл жақта керісінше. Ток не істейді? Озып жүреді. Кернеуді озып жүреді. 90 градусқа озып жүреді әдетте. Бірақ қазір бұл RC тізбегі болғасын, бұл жақта фазалық ығысу сәл басқаша болады. Сосы бізде үш элемент бар. Айнымалы ток генераторы, резистор және конденсатор. Бізде айнымалы ток генераторының кернеудің өзгеру заңдылығы беріліп тұр, 200 косинус омега т. Мына жерде бізде жиілігі беріліп тұр, 50 Гц. 200 деген бұл максимум мәні кернеудің, осындай. Енді осындай есепте бізде не дейді? Осы берілген тізбекте бізде не тапты? Толық кедергіні тапты. Және реактивті кедергі, яғни сыйымдылықтың, яғни конденсатордың реактивті кедергісін табу керек. Жалпы бұл тізбекке назар салсақ, бұл тізбек қалай жалғанған? Бұл тізбек тізбекте жалғанған, яғни RC, барлығы тізбекте, параллель жоқ, ешқандай тармақ жоқ. Параллель тізбекте жалғанса, тоқтар не болады? Тоқтар бірдей болады. Олардың мәні бірдей, тоқтың мәні бірдей, максимум мәндері бірдей болады тоқтардың. Бірақ не әртүрлі болады? Кернеу әртүрлі болады. Осыны көрсеткіші. Себебі бұл тізбекте жалғанған. Тізбекте жалғанғанда зарядтар барлық жерден бірдей өтеді. Енді не істейміз? Біз толық кедергіні тауып көрейік. Жалпы бұл үшін біз фазалық диаграмманы сызайық. Фазалық диаграммада қалай? Бізде былай. Осындай шеңбер. Енді қарайық, біз айттық, резисторда жалпы ток, кернеу не істейді? Бір-бірімен қатарласып жүреді. Яғни олар бір-бірінен озбайды. То есть бір-біріне оза алмайды. Сол үшін не істейміз біз? Мына жақта IR-ді саламыз. IR максимум және не бар? Тағы ER максимум. Яғни бұларда не бірдей? Кернеу мен ток күшінің фазалары бірдей. То есть фазасы 0. Бірге жүреді. Және тағы да бұл жерде ток неде бірдей деп айттық? Конденсаторда бірдей деп айттық. То есть ол резистордан қандай ток өтсе, конденсатордан сондай ток өтеді. Бірақ конденсаторда ток не істейді? 90 градусқа озып отырады. Яғни ол кернеуден озып отырады. То есть кернеу бізде мына жерде былай болады. ECO. O деген бұл нені білдіреді? 0 деген бұл максимум мәнін білдіреді. Енді қарасақ, бізде тоқтар бір бағытта, бұл ешқандай бізге не бермейді, ешқандай результат бермейді. Сол үшін біз кернеулермен жұмыс жасаймыз. Кернеулер екі түрлі. Кернеулердің ығысуы 90 градус. Мына жақтан бізде E0 дейтін кернеуіміз бар. Осылай жібереміз. Енді осы жерден біз енді Z-ті табатын болсақ, енді толық кедергіні табатын болсақ, біз фазалық не істейміз? Диаграммада мынаны көре аламыз. ES квадрат қосылған ER квадрат тең E0 квадрат. То есть бізге толық нені береді? Кернеуді береді, максимум кернеуді береді. Осы жерден мен есін не деп аша аламын? I көбейтілген XS. И оның квадраты бар. Қосылған I көбейтілген R. То есть максимум мәндері.
соны қателеспеу керек. мына жақта дәл солай максимум тоқ күші көбейтілген толық не кедергі. осы жақтан не бірдей бізде, яғни бізде тоқ күші бірдей, олар қысқара алады осылай. сонда бізде мынадай теңдеу шығады, xs квадрат r квадрат тең z-тің квадраты. z сонда бізде толық кедергі xs квадрат қосылған r квадрат өйтіп астында. бірақ бірінші бізге бұл жерден xs-ті табу керек, ол бізде 1 бөлінген омега с. 1 бөлінген мынау 2 пи көбейтілген с. То есть осындай. енді бізде сыйымдылық 200 бөлінген пи көбейту оның минус 6 дәрежесі. орнына қоятын болсақ, x тең 1 бөлінген 2 пи, бізде жиілік 50, 200 көбейту оның минус 6 дәрежесі бөлінген пи. пилар қысқарады. сонда бізде не шығады бұл жерде? 1 бөлінген не болды? 1 бөлінген мына жерде 100 көбейтілген 200 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. оның минус 6 дәрежесі бізде миллион. осы миллионды біз аламыз да 100-ге бөлеміз және 200-ге бөлеміз. сонда бізде қанша шықты? 50 ом шықты. То есть біздің реактивті кедергіміз бұл конденсатордың 50 ом екен. бізде r-ді білеміз, r бізде қанша? резистордікі 30 ом. енді екеуін квадраттап қоссақ бізде толық кедергі шығады. яғни 50-дің квадраты қосылған 30-дің квадраты. 2500-ге 900 қоссақ бізде қанша шығады? 3400 шығады. ол бізде шамамен мына жерден түбір астынан алатын болсақ 3400-ді 58-де 3. 58-де 3 ом шығады. То есть бізде толық кедергі 58-де 3 екен. То есть ортасында, екеуін квадраттап қосқанда толық кедергі осында шыққан екен. енді тағы білу керек нәрсе, біз айттық, конденсаторда жылу бөлінбейді, тек қана резисторда жылу бөлінеді. бізге енді екінші сұрақта не дейді? Максимум тоқ күшін табу керек, осы тізбектегі I0. ол бізде екінші сұрақ. I0 табу үшін мен не істеймін? ол бізде U бөлінген, жалпы максимум кернеу бөлінген не? Толық кедергі. Максимум кернеу бізде 200 еді, ал толық кедергі 58-де 3. енді 200-ді мен бөлсем 58-де 3-ке не болады менде? 3-те 43. 3-те 43 ампер. менде шамамен сонда 3-те 45 деп алсақ болады, ампер тоқ күші бар екен. осындай. бұны енді симуляциямен тексеріп көрсек әбден болады негізінде. мысалы осындай бір тізбек берілген, жаңағы 63 микрофарад, яғни 200-ді пиге бөлгенде. ол жақтан қайтадан бастасақ көруге болады, то есть қалай өзгеріп жатқанын. мысалы мына жақта бізде не? конденсатордан көріп тұрсаңыздар, тоқ пен кернеу басқаша, тоқ озып кетіп жатыр мына жерде. мынау бізде конденсатордың несі? графигі. осы жерден тоқ озып жатқанын байқай аламыз, қарапайым газда біз топты барсақ, бұл жерде не болып жатыр? бұл жерде тоқтың мәні көп кернеуге қарағанда. то есть кернеу артта қалып жатыр, тоқ не істеп жатыр? оны озып жатыр. ал мына жақта резисторда қарасақ, тоқ пен кернеу олар не? бірдей, то есть бірдей өтіп жатыр. мынау бізде не? бұл айнымалы біздің тоқ көзіміз, то есть елу герцта тербелетін айнымалы тоқ көзіміз. енді келесі біздің сұраққа жауап беру үшін былай істейік. біз максимум тоқ күшін таптық. енді бізге фи, яғни фазалық ығысу табу керек. То есть фи қанша? ол үшін біз мына диаграммаға сүйенеміз қайтадан. осы диаграммада көрсек, фазалық ығысу деген ол мынау фи. То есть қаншалықты ығысты. әдетте біз айттық, тек конденсатор болса ол 90 градусқа ығысады, бірақ бұл жерде конденсатор және резистор бар. сол үшін бұл не істейді? бұның фи дейтін мәнін білмейміз. То есть екі элемент болғасын, фи дейтін мәнін білмейміз, ығысуын білмейміз. ол ығысу қалай табамыз? біз аламыз да мына жақтағы с кернеуде, конденсаторда кернеуді бөлеміз неге? резистордағы кернеуге. сонда бізде мән шығады екен. сарып көрейік. ол тангенс фи тең конденсатордағы кернеу бөлеміз оны неге? резистордағы кернеуге. мынау бізде неден ашылады? I0 көбейтілген xs, мынау бізде I0 көбейтілген r деп ашылады. То есть бұл максимум мәндерімен жұмыс істейміз. I0 қысқарады, x бөлінген r болады сонда. көріп тұрмыз. x бізде қанша шықты жаңа? яғни реактивті кедергі ол бізде 50. 50. ал r-ымыз бізде 30. 50-ді 30-ға бөлсек бізде қанша шығады сонда? 50 бөлінген 30 бізде ол 1-де 66. енді бұны біз арттан кестесек қалай болады? біз көрейік. арттан кесіп алсақ, енді қанша бұрыш екендігін табайық. сонда бізге бұл нақтырақ болады. то есть
артықтан кес 1/66 ол бізде қанша мәні? Ол бізде шамамен 58/93 яғни 59 градус. Шамамен 59 градусқа не істейді екен? Ығысады екен. Яғни максимум мәнінен осындай неге ығысады? То есть шамаға градусқа ығысады екен. Иә. 59 градус. Фи дейтін бос осы. Енді осы бұл жай ғана геометриясымен алғанда, иә. Бұл жерде екі элемент болғандықтан 90 градус деп айту қиын, иә, ығысу. Фазалық ығысу 59 градус. Енді осы фазалық ығысу не үшін керек бізге? Ол бізге жалпы мына жерде айтып тұр. Жалпы мына тоқ көзінің, айнымалы тоқ көзінің қуатын, активті қуатын табу үшін, иә. Ол бізде қалай? Оның формуласы бар. Оның формуласында бізде былай. I әсерлік мәні көбейтілген U әсерлік мәні көбейтілген косинус фи. Бұл бізде орташа қуат. Біз қабылдайтын орташа қуат. Осы тізбектің шығаратын орташа қуат. То есть қабылдайтын десе де болады. I әсерлікті біз былай жазсақ болады. I0 көбейтілген U0 бөлінген 2. Түбір асты 2. Себебі бізде мынандай формула бар, I0 бөлінген түбір асты 2. U әсерлік бізде U0 бөлінген түбір асты 2. То есть қарапайым осындай формула. 2-ін көбейтсек, осыны шығады. Косинус фи. Енді біз I0-ді білеміз. I0 бізде 3/43. 3/43. U0 бізде 200. Бөлеміз оны 2-ге, көбейтеміз. Косинус қаншаға? 59 градустан. Енді осыны шығаратын болсақ, бізде косинус 59 градустың мәні, ол бізде 0,51. Көбейтеміз оны 3/43-ге, көбейтеміз оны 200-ге. Бізде қанша шығады? 349/86 шығады. 349/86-ны бөлеміз 2-ге. Бізде шамамен 175 ватт шығады екен. Енді бұл біздің тізбектің бөлетін несі? Жалпы, яғни бұл source, яғни тізбек көзінің бөлетін қуаты, осындай. Оны біз мына жақта симулятормен тағы тексерсек болады. Так, ол үшін бізге орташа қуатын табу керек бұл жерде. Так. То есть бұл қуат әрқашан не істеп отырады? Бізде өзгеріп отырады. Себебі қуат берілді, алды деген мағына. Бұл жерде оны көру үшін қалай істесе болады? Мүмкін ең бастапқы уақыт мезетінде 175 ватт шықты. Кетсек, или біз скорость симуляцияны түсірейік. Осылай істесек бізде так. То есть өте үлкен жылдамдықпен өзгеріп отырады. Көріп тұрсаңыздар. Симуляцияны бір жылдамдығын көбейтсек те болады. Бұл бізде резисторда өтіп жатқан қуат, то есть екеуінде не болады? Жалпы біздің неміз қуатымыз, то есть біздің активті қуатымыз тапқан. Осындай қызық есеп көріп тұрғаныңызда бізде не істеп жатыр? Бұл жерде әрі-бері қозғалып жатыр. Бір мына алға арқа бұл бізде тербеліс деген осы, айнымалы тоқ деген осы мағынасы. Так, біз бұл жерде вроде бәрін таптық, бәрі табылды. Бастысы фазалық диаграмманы білу, одан кейін кернеу мен тоқтың байланысын білу. Осы есеп ұнаса лайк басып отырайық.